Ассаламу алейкум көрермендер. Арнайы жасақ бұл өте мықты, жылдам, арнайы дайындалған жасырын жасақтар. Олар өз елдерінің қауіпсіздігін бейбіт күніде, соғыс күніде қамтамасыз ету үшін құрылған. Сонымен сіздер бүгін әлемнің топ 5 ең үздік арнайы жасақтарын білетін боласыздар. Пәкістан арнайы жасағы. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Пәкістандағы арнайы күштері жаттығуына 58 шақырымдық маршты 12 сағатта, ал 8 шақырымдық жүгірісті бар болған 35 минутта жүгіріп өту кіреді. Терроризммен, экстремизммен және сепаратизммен күресу үшін құрылған арнайы күштер тобы негізі парашют мектебінде жаттығудан өтіп, одан соң 25 апталық команда курсы мен жекпе-жек жаттығуларымен қатар ауыр дене жаттығуларымен айналысады. Есептерге сәйкес, үміткерлердің тек 5% іріктелген. Топ терроризмге қарсы операцияларға белсенді қатысады. Сайрет Маткаль 269 бөлімшесі Израиль қорғаныс күштері бас штабының арнайы бөлімшесі ретінде де танымал. Террористерді жою және тұтқындағы адамдарды босату үшін барлаудың кең мүмкіндіктері мен сәтті операциялары 1967 жылы құрылған. Осы арнайы бөлімнің сарбаздарының беделін өсуін қамтамасыз етті. Израильдің арнайы жасақтары құпиялыққа өте қатты мән береді. Кішігірім, жасырын топтарға бөлініп шабуыл жасауға және жаудың не болғанын түсінуге уақыты жетпес бұрын шабуылды аяқтауға тырысады. Сайрет Маткальдың ең танымал жұмыстарының бірі 1976 жылы Энтеббедегі Air France әуе компаниясында жолаушыларды босату болды. Операцияны жоспарлау бір аптаға созылды. Жоспарды орындау 1 сағаттан асты. Тергеу тобының жасақтаушылары терминал ғимаратына дейін жасырын жетіп, содан кейін оның ішіне кіріп барлық террористерді жойды. Олар тұтқында болған 106 адамның 102-сін құтқарып, бір солдаттан айырылды. Гигн, француз жандармериясының арнайы бөлімі, әлемдегі терроризмге қарсы күреске дайын бөлімшелердің бірі. Бұл арнайы топ 1971 жылы 1 наурызда құрылған. Гигн жауынгерлерін даярлау бағдарламасы 14 айға созылады. Арнайы күштерге дәл атуға, парашютпен, оның ішінде биіктіктен секіруге, сүңгуірмен жүзуге, жекпе-жекпен айналысуға, қиын жағдайда өмір сүруге және жарылғыш құрылғыларды залалсыздандыруға үйретілген. Қызметкерлер саны 380 адам. Бөлімнің міндетіне қарулы қылмыскерлерді бейтараптандыру, әсіресе кепілге алынған адамдарды босату, терроризмге қарсы іс-қимыл, ұшақтарды басып алу және түрмелердегі тәртіпсіздіктерге қарсы жағдайларды шешу кіреді. Белгілі операциялары. Францияның Гигн арнайы күштері Меккедегі Әл-Харам мешітінің аумағында террористік шабуыл кезінде кепілге алынған адамдарды босатуда үлкен рол атқарды. 1976 жылы Джибутиде мектеп автобусына кепілге түсіп қалған 30 баланы босату операциясы. Гигн халықаралық азаматтық авиация ұйымы бойынша халықаралық антитеррорлық күштерге басқа мүше мемлекеттердің арнайы күштерін оқыту үшін таңдалды. SEAL, теңіз итбалықтары, ақш. Итбалықтар барлау, диверсия, немесе тұтқындағы адамдарды құтқарумен айналысады. Барлау, диверсия және шабуыл операцияларынан басқа, SEAL басқа да бір қатар нақты міндеттерді атқарады. Негізі күштерді қамту, артиллериядан ату, миналарды тазарту, соғыс жүріп жатқан жерлерде коммуникацияны қамтамасыз ету, терроризммен және елдің ұлттық теңіз шекараларын заңсыз кесіп өтушілерден қорғау. Үміткерлер бұл арнайы топқа өту үшін 18 жастан 28 жасқа дейінгі еріктілер арасынан таңдалады. Тек ер адамдар, ақш азаматтар ғана қызмет ете алады. Әрине, үміткерлердің денсаулығы да, психикасы да мықты болуы керек. Өйткені қызметтің сипаты бойынша жауынгер кейде жабық кеңістікте немесе су астында ұзақ уақыт тұруға мәжбүр. Сарбаз алдымен 26 апталық адам төзгісіз сынақтардан өтеді. Бұдан іріктелгендер 18 айлық түрлі сынақтардан өтеді. Оның бірі дауыл сынағы. Нұсқаушының нұсқауымен топ мұхиттың жағасында мұзды толқындарында 20 минут тұрады. Бұл сынаққа күн суық және дауылды күн таңдалады. Содан кейін барлық топ командирмен бірге жағаға шығып 5 минут көздің салқын жерінде тұрады. Содан кейін қайтадан мұхитқа кетеді. Сонымен бірнеше рет және де аяқ қолды байлап судың астында тұру сияқты адам төзгісіз сынақтардан өтеді. Теңіз итбалықтарының ең танымал операцияларының бірі Усама бен Ладенді жою операциясы. Альфа немесе басқару А, Ресей.
Альфа тобы ресейлік арнайы күштердің элитасын білдіреді. Олар елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және ең күрделі міндеттерді жоғары кәсіби деңгейде шешеді. Альфа халықаралық дәрежесін 2011 жылы халықаралық чемпионатта растады. Америка құрама штаттарында өткен Супер Суат дөңгелек ап халықаралық 2011 жылғы байқауда Ресей Федерациясының ФСБ арнайы мақсаттар орталығының А бөлімінің детективтері 2 санат бойынша бірінші және екінші орындарды жеңіп алды. Альфа тобы ең жақсы халықаралық команда атағын алды. Бұл арнайы топқа өту үшін үміткер жоғары офицер білімі бар, физикалық тұрғыдан өте мықты болуы керек. 20 рет турникқа тартылу, 90 рет отжимания, 100 рет пресс, 100 метрді 9,5 секундта өту, өз салмағындағы зіл темірді 10 рет көтеру, 3000 метрді 11 минутта өту, 3 минут арнайы маманмен жекпе-жекте тұру кіреді. Альфаның ең танымал операцияларының қатарына 1979 жылы Кабулдағы Амина сарайын террористерден босату кіреді. Бұл операцияда Альфа 750 тұтқынды террористерден құтқарды және 2004 жылғы Бесландағы мектепті террористерден босату кіреді. Альфа қазіргі таңда әлемнің ең үздік арнайы жасағы болып табылады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.